Бірінші сынып математика 74-ші сабақ есептер шығару. Бүгін де біз есептер тақырыбы бойынша алған білімімізді тексеріп, мәтіндік есептерді шығаратын боламыз. Сонымен бірінші тапсырма. Бірінші тапсырмада есепті шығар дейді. Алдымен есептің берілгенін түсініп, мұқият бірнеше қайтара оқып алуымыз керек. Ендеше кеттік, оқимыз. Цирк аренасында үйретілген иттер өнер көрсетті. Міне, иттің жартысы, мұнда жартысынан көбі бар, е? Оларда 5 қызыл доп, міне 5 қызыл доп. Одан 3-еуі артық жасыл доп болды. Байқап отырсан, жасыл доптың нақты санын айтып тұрған жоқ. 5 қызыл допты нақты айтып тұр, ал жасыл доп белгісіз. Бірақ дейді, мына қызылдан 3-еуі артық дейді, 3-еуі көп дейді жасыл доптың. Сұрақ: үйретілген иттерде жасыл доп нешеу? Төмендегі сызбамен суретке назар аудара ғой. Міне, қызылмен берілген сызба ол қызыл доптың белгісі, жасылмен берілген сызба ол жасыл доптың белгісі. Қызыл доп бізде 5-еу. 5-еу екен айтылды. Ал жасыл допты нақты атаған жоқ, белгісіз жасыл доптың саны. Бірақ мына қызыл доптан 3-еуі көп дейді, 3-еуі артық. 3-еуі артық, міне. 1, 2, 3-еуі артық болып тұр. Мұнда 5-еу. Сонда жасыл доптың саны қанша дейді. Төменде қысқаша жазбасы берілген. Қызыл доптың саны міне белгілі, 5-еу дедік. Жасыл доптың саны белгісіз, біз оны қазір табуымыз керек. Бірақ қызылға қарағанда 3-еуі артық. Артық болған жағдайда біз қосу немесе азайту амалын пайдаланамыз. Сонымен шешейік. Егер 3-еуі артық деп тұрса, демек ол көп деген сөз, жасыл доптың саны. Сондықтан біз қосу амалын пайдаланамыз. Шешуі, мына допты толық жазайық шартын. Көрсетілгендей, қызыл доп 5-еу дейміз. Жасыл доп белгісіз, сұрақ белгісі белгісізді білдіреді. Бірақ, мұнда үтір қоямыз, бірақ 3-еуі артық. Неден артық? Қызыл доптан артық. Шешуі артық деген сан кездессе, онда біз қосу амалын пайдаланамыз. 5-ке 3-ті қосамыз. 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең. Есеп доп туралы. Сонда жауабы мына сұраққа жауап беруіміз керек. Жасыл доп нешеу деп тұр, е? Міне, жасыл доп нешеу? Жазамыз. Жасыл доп 8. Таптық. Міне, осылай есепті шығарамыз. Мынау есептің қысқаша шарты міне тұрған. Мынау есептің сұрағы, шешуі және жауабы. Барлық бөліктері бар. Келесі тапсырма. Екінші есеп. Бұнда да есептерді шығар дейді. Яғни, сәйкес берілген есептің қысқаша жазбасын дұрыс таңдап, есептің шешуі мен жауабын жазуымыз керек. Алдымен А есебін бірінші шығарып көрейік. Берілгенін мен оқимын, сен де мен бірге оқи ғой. Суретші 7 қызғалдақ пен, міне қызғалдақ гүлі, одан 2-еуі артық гүлкекіренің суретін салды. Міне гүлкекіре деген гүл. Қызғалдақ 7-еу, гүлкекіренің саны белгісіз. Бірақ дейді, қызғалдақтан 7-еуі артық дейді. Сұрақ: суретші неше гүлкекіренің суретін салды? Бұл жерде мұнда қызғалдақтың саны белгілі, міне тұр, е? Демек, қысқартып жазып қоямыз. Қызғалдақ 7 дана. Гүлкекіренің саны белгісіз, бізге осыны табуымыз керек қанша екен. Бірақ дейді, қызғалдаққа қарағанда
гүлкекіренің екеуі артық дейді. Екеуі артық. Шешеміз. Екеуі артық. Артық болған жағдайда қосу амалын пайдаланамыз. 7 қызғалдаққа 2 артық гүлкекірен санын қоссақ, 9-ға тең болады. Есеп гүл туралы. Жауабы, сұраққа жауап береміз. Суретші неше гүлкекіреннің суретін салды? 9 гүлкекіренің суретін қысқартып жазамын, салды. Міне шештік. Келесі. Әсінде. Әсін оқиық. Суретші енді мұнда 9 гүлкекіре мен одан екеуі кем қызғалдақтың суретін салды. Бұл А есебіне кері есеп. Себебі мұнда енді қызғалдақтың саны белгісізде, гүлкекіренің саны белгілі. Гүлкекіренің саны 9 деп мұнда нақты айтып тұр. Яғни жазамыз, гүлкекіре 9 дана. Ал қызғалдақтың екеуі кем. Нақты атап тұрған жоқ, болжам жасап тұр. Қызғалдақ белгісі сосыны тап дейді бізге. Бірақ гүлкекіреге қарағанда оның екеуі кем дейді. Кем болған кезде біз азайту амалын пайдаланамыз. Шешеміз белгілі 9 гүлкекіреден 2 санын азайтамыз. Өйткені қызғалдақ 2-ге кем болып тұр гүлкекіреден. 9 бен 2-нің айырмасы 7-ге тең. Есеп гүл туралы. Жауабы, мына сұраққа жауап береміз. Суретші неше қызғалдақтың суретін салды? Суретші 7 қызғалдақтың суретін салды деп жауабын толық жазуымыз керек. Міне бұлар өзара кері есептер, себебі екі есепте де, асында да, әсінде де гүлкекіре мен қызғалдақ туралы айтылып тұр. Бірақ бұл жердегі айырмашылық ондағы деректер. Мұндағы дерек пен екіншісіндегі дерек әр түрлі. Бұл кері есептер болып табылады. Келесі есеп, үшінші тапсырма. Тапсырмада былай дейді. Есептің шартын толықтырып, берілуін қысқаша жаз. Төменде міне есептің шарты берілген. Осы жердегі белгісіз орынға біз сөз қойып, оны толықтыруымыз керек. Одан кейін оның қысқаша шартын мұнда жазамыз. Және есепті шешеміз. Сонымен есептің берілгенде былай дейді. Хайуанаттар бағында 3 ересек маймыл бар дейді. Міне суретте тұр. 3 ересек маймыл бар. Және олардан екеуі мұнда кем деген сөз жазамыз ба, артық деген сөз жазамыз ба? Ол үшін кішкентай маймылдарды санаймыз. Ересек маймылдар көп пе, кішкентай маймылдар көп пе? Кішкентай маймылдар көп. Демек олар ересектерден артық. Мұнда артық деген сөзді жазамыз. Артық. Олардан екеуі артық кішкентай маймыл бар. Біз ненің санын табуымыз керек нақты? Кішкентай маймылдардан қанша екенін табуымыз керек. Енді осы есептің қысқаша шартын жазайық. 3 деп нақты атап тұрған сан, ол ересек маймылдардың саны. Сондықтан да жазамыз. Ересек маймылдар 3. Ал кішкентай маймылдар белгісіз болып тұр. Тек қана болжам жасап тұр, екеуі артық деп бізге. Сондықтан жазамыз. Кішкентай маймылдар белгісіз, оны біз табуымыз керек. Бірақ үлкендерден екеуі артық дейді. Міне, неден артық? Үлкендерден артық. Сызбамен көрсетіп қоямыз. Енді осы есепті шешуіміз керек. Шешуін мен мұнда жазайын. Номер 3-тің шешуін. Шешуі. Артық болған жағдайда екеуі артық көп болып тұр ғой, кішкентай маймылдар үлкендерден. Сондықтан да үлкен сан шығу үшін біз белгілі 3 санына 2-ні қосамыз. 3 пен 2-нің қосындысы 5-ке тең. Есеп маймылдар туралы. Жауап береміз. Бізден нені сұрады? Кішкентай маймыл қанша дейді? Кішкентай маймыл
5 дейміз. Міне, үшінші тапсырма осылай шығады. Келесі соңғы 4-ші тапсырманы оқимын және қалай орындау керектігін түсіндірейін. Таспалардың ұзындығын өлше. Міне, таспалар тұр. Таспа деп тұрғанымыз орысша айтқанда лента. Осы таспалардың ұзындығын өзіңнің кітабыңды ашып қойып, сызғышпен өлшеп шық. Және қарындашпен әрқайсысының үстіне жазып шық, қанша сантиметр екен. Мен мұнда электронды оқулық болғаннан кейін нақты өлшей алмаймын, сондықтан өзің сызғышпен мұқият өлшей қой. Енді өлшедің, ұзындықтарын қарындашпен жазып қойдың, әрі қарай не істейсің? Түсі бірдей таспалардың жұбын салыстыр дейді. Салыстыру нәтижесін жаз. 4-ші тапсырма. Түсі бірдей. Мысалы, көк түсті таспаны алайық. Міне көк түсті таспа. Және міне. Қарап отырсақ, екеуінің ұзындығы бірдей. Сен өлшедің, қанша сантиметр шықты? Мен шамамен 3 сантиметр деп болжап аламын. Шамамен аламын. Электронды оқулықты еткен нақты өлшей алмаймын. Сондықтан бірінші көк таспа ол 3 сантиметр болса, екінші көк таспамыз да онымен бірдей ұзындығы. Сондықтан ол да 3 сантиметр деп жазайын мысалға. Енді оларды салыстырамыз. 3 сантиметр 3 сантиметрге тең. Екеуі өзара тең болады. Ары қарай бірінші қызыл таспа, екінші қызыл таспадан, міне екінші қызыл таспа, міне бірінші. Біріншісі екіншісінен ұзын. Шамамен 5 сантиметр болатын болар. Өлшеп көр. Екінші қызыл таспа ол 2 сантиметр шамамен. Екі таспаны салыстырамыз. 5 сантиметрлік таспа 2 сантиметрлік таспадан ұзын. Сондықтан да ол артық болады. Міне осылай қалғандарында өзара салыстырып жазып шығасын. Бірақ мұнда мән бер, тек қана түстері бірдей таспаларды осылай салыстырасың. Міне бүгінгі сабақ. Осы сабаққа түсіндірме. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.